Bereketi. Ağı жерден bir қошемет оқып қойыңыздар, құрметті қонақтар. Не деген тамаша ақ тілектер, бәрекелді қошемет шапалақтарыңыз. Не деген ақ тілектерін білдіріп жатыр. Мына енді тамаша бір тілек кезегін беріп жүрейік. Бүгінгі мынау Байқосын тойы деп, мынау Астанадағы экспо болып жатса да осы тойға аттелетіп келіп отқан бүгінгі мына той иесі Байқосыннан, сонау Астанадан әріптестер келіп отыр екен. Сол кісілерді бір қошемет шапалақпен ортаға шығып көрсек, құрметті қонақтар. Байқосынның әріптестері Ризабек, Қазбек, Батыр, Ақнұр, Аягөз дейді. Осы әріптестер қошемет шапалақпен ортаға шақырайық. Келек. Соқтанып тұрып жанарым, сұрама неге қарадым, солайда солай қарадым. Баға сымбат, тойларың шаңырақ көтеріп тойлар болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Аңсаған армандарыңа жете беріңдер, бақытты болыңдар. Өте қуанышың құтты болсын. Көптен келешекте ғана жолға берейік. Мына отырған ағайын көпшілік, қуаныштарыңыз құтты болсын. Біз Баха деп айтамыз, аты Байқожа екен, оны да білдік. Енді Баханы бүгін туған күні екен. Туған күнінде алып атқан құсың құтты болсын деп айтайық. Не деймін, бақытты болыңдар. Өмір жастарың ұзақ болсын, бала шағаларың көп болсын. Бақытқа жете беріңдер. Қуанышың құтты болсын. Сол үшін біздің атымыздан аз да болса көп тие көріңіздер. Біздің коллективтің атымыздан сыйлығымыз бар аз да. Ой, берекеті. Қошемет тұрып қойыңыздар. Ой, тамаша. Ай, берекеті. Ой, берекеті. Рахмет. Қошемет тұрып қойыңыздар. Байқосының әріптестері Астанадан келген. Ай, берекеті. Ал енді жаңағына тойлермен келісіп, екі-үш тілекті шамалы практика етеміз деді. Бір тамаша бір ойын ойнайықшы деп өздері болмады. Сондықтан да мына бүгін той болғаннан кейін бірінші мына жаңа құдағиларымыздан бастайық деп. Құдағи сіз жүріңізші. Енді апамды не істемей сіз келіңізші. Ал. Кәнекей құдағи сіз жүріңізші кәне қасына. Жүріңіз. Бір адам. Кейін, ой, берекеті, құдағиларға бір қошеметтеріңіз. Шапалақ. Ой, берекеті. Келіңіз, құдағи қырағы алдыңыз. Берекеті. Ал енді жастардан бастайын. Қаны, сен жүрсең кәнекей. Жолдасымен бірге кел. Ой, берекеті, жолдастарынан екен. Астанадан келіп отырға деп шақырып жатыр. Ой, берекеті. Бауырым кәнекей, сен жүр. Ешкімді мына жолдастарын көңіл қалдырмайын деп отырып. Қошемет шапалақ ұрып отырыңыздар. Ол біз керегіміз? Және де, мына жерден түрлерімізді көрсетіп қойыңыз, бүйтіп қарап айып деген ба? Бауырым, сен жүрсең кәнекей, қымызды тағып жел. Ой, берекеті, бір қошемет ұрып қойыңыздар. Нұрбек, сіз онда сап-сары өзін ерекше отырғасын, яда цветін білдім, екеулеріңіз жүрсеңіздер. Бір қошемет шапалақ ұрмаңыздар, жолдастарына шақырып әдейі. Шақырамыз, асықпаңыздар. Көрдіңіздер ғой, енді мен мынау құдалардың үлкенінен деп мінекей. Аға, сізді болыңыздар. Сіз, аға, сіз. Ой, берекеті, қошемет ұрып қойыңыздар. Қаша қарай барайын жолыңыздар мені.
Келдіңіздер. Құда тез болсаңыздар. Масылардың арбатына келетқандай келесіздер ғой, асықпай. Енді бүгін той болғаннан кейін біз енді жаңағындай бір серьезді ойындар ойнатамыз. Енді жұртты күлкіге қарап қылатын емес. Мына бүгін Байқозы өз туған күнінде бір шаңырақ көтеріп атқанда әртістер шақырған екен өз тойына мінекей. Ал енді бірінші болып бастайтын мынау әншілерге пародия деген ойынымыз. Мына құдағиды ортаға шақырамыз. Құдағи кенеке келіңіз. Сіз ғана ағамда шықпайды екен мына кісі. Ұстаңыз. Бұл кісіні мінекей әдейі осы Байқозымен Сымбаттың тойына шақырып отыр. Бұл кісінің енді статусы көп екен. Сонда Россиядан жалдап әдейі. Алла Пугачева күнге киіп кеткен кезде ғана қараймын шамалы. Алдарыңызда Алла Пугачева. Қошымен шапан ұрып отырыңыздар кәнеке құрметті қонақтар. Музыка ортаға шығып қозғалып пародия жасайсыз. Қошымен тұрып отырайық. Алла Пугачевамызға ақшамды төлемексіздер деп настроение болмай тұр. Шапалақтарыңыз кәнеке. Пародия бұл, пародия. Құр микрофон ұстап тұрасыз. Позови меня с собой. Ой, кәнекені шапалақтарыңыз. Я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь Қошымен тұрып отырайық кәнеке. Қолдап отырыңыздар нәрселеріңізді. мечты. Ой, бәрекеті. Дарит снова силу высоты. Ой, бәрекеті. Рахмет кәнеке. Меня с собой. Рахмет. Ой, бәрекеті. Алла Пугачевамызға қошемет шапалақтарыңыз. Не деген ән десей? Бауырым, сені болса. Мына жігіт кіл енді көбінесе ақшамызды Ресейге салдық енді. Бұл енді әдейі осы Байқозының тойы деп алдарыңызда белгілі әнші Дима Билан. Қошемет шапалақ болыңыздар құрметті қонақтар. Музыка! Қошемет тұрып отырайық кәнеке, жастар! Не знаю, невозможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. И тебя не отпускать никому. Все невозможно, невозможно, знаю точно. Рахмет. Настроение жоқ Дима Билан екен мынау. Құрдастар бір естеді ме қарамай қой. Ал енді міне нағыз қазақты жігіті ғой мінекей. Кеш бауырым. Ой, бәрі кел. Біздер адам бүттіргеніз ғой. Бұл енді бұл кісіні әрине таптық енді. Бұл Қазақстан тойына таба алмай жоқ бұны. Әдейі бетпейді қарап осы жігітті әдейі шақырып алдық осы тойға. Алдарыңызда Байқозының тойына келіп жатқан қазақтың тойдың королі Заттыбек. Қошемет шапалақ болыңыздар кәнеке. Музыка! Ей, бауырым шықсай! Ей! Шылама! Рахмет. Мына енді ойланып той өздерінікі ғой деп жастар көтеріп жүреді. Сіздер бәле ренжимісіздер ғой мына тойға. Бұтыр ұялып. Ал енді кәнеке, екеулеріңіз келіңіздерші. Шын? Бұлар цветтерін қарасай. Светофор. Сары, қара, жаман. Ұстамыз. Мынау енді шетелден де біреу шақырайық. Қашан Россия мен Қазақстан шақыра береміз деп. Шетелдің әншісі Энрике Инглис деген бір әнші бар ғой. Солдан айтасыз. Сіз бастайсыз, сіз деп отырасыз. Түсіндік қой да? Ал музыка қошемет шапалақ болып отырыңыздар.
ұмытып кісі екен. Шетелде келген әншілерімізге бір қошемет, шапалақ ұрықпаңыздар. Бәрекелді, жаңа әріптестерінен келген қайсы еді? Ой, жүріңізші. Мен сізді ұмытып кеттім кәнекей. Ал енді бұл кісіні енді экспо болса да айтпай шақырып алды, алдап-сылдап. Сіз кетсеңіз енді құлап қалмайтын шығар деп. Ал енді алдарыңызда келесі әншіміз, нағыз тойдың бұл кісіде король. Қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Алдарыңызда Арсен Петросов. Шапалақтарыңыз, құрметті қонақтар. Шығамыз. Қошемет ұрып отырыңыздар Арсен Петросовқа. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую, и забываю обо всем. Сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую. И забываю обо всем. Кайфуем, тебя я сам себе ревную. Да просто мы с тобой кайфуем, не вспоминая ни о чем. Рахмет кенжеке. Ой, бәрекелді. Арсен Петровқа қошемет шапалақтарыңыз керек, құрметті қонақтар. Ал енді мына келесі әншілерімізді ортаға шақыртайық. Бұл кісілерден де семейный адамдарды ортасын бөлмейік деп кәнекей келіңіздер. Құдайым, бір-бірінде ұялады кәдімгі бүйтіп қарап. Теке ұстаңыз. Ал енді алдарыңызда Қыдырәлі мен Қарақат деп есептеңіздер. Қошемет шапалақ ұрып отырайық. Өзің едің тілегімде, жыр боп тұндың жүрегімде. Мені сенбей түсінетін күн бар екен бұл өмірде. Жарқын құшақ жайғанайын, ниетіңе сай болайын. Мені сүйген жүрегімнің лүпілімен айналайын. Meni suygan yuragimning lipidini aynalayim. Sağırlıklı borçlarıma Ой, бәрекелді. Қыдырәлі мен Қарақатқа бір қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Не деген тамаша. Ал енді құда келіңіз. Мұрттағы құттаға деп өзі мұртты адам жақсы көремін өзі. Бұл кісіні ойлап қалмаңыздар, мына үлкен кісіні неге алып шықты деп. Бұл кісіні енді алып шыққан себебім, ана енді нағыз патриоттық, қазақпыз ғой, патриоттық әнді жақсы көретін. Сондықтан да осы тойға санау Алматыдан шақырып отырып, бәрімізде қошемет ұрып қояйық. Алдарыңызда Ескендір Қасымғалиев. Кәнекей шапалақтарыңыз. Музыка. Қошемет ұрып отырайық, кәнекей. Бірге жүзіп, жұптарың жазылмасын, қанаттарың талмасын, самғай беріңдер, шаңырақтарынан сәбидің күлкісі кетпесін. Бақытты болыңдар, ата-аналарыңды қуантып. Ал құрметті жиналған қауым, бүгінгі Байғозы мен Сымбаттың шаңырақ көтеру тойына қош келдіңіздер. Мынау біріншіден Байғозының анасына үлкен рахмет айтқым келеді. Денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз. Жаңа айтып жатыр ғой, достардың арасында жақсы тілектер, сізге деген шын ниеттерін айтып жатыр. Сол барлық тілектер ештен құлан ашылмасын. Осы Байғозы мен Сымбаттың қызығын көріңіз, өбірлі шүбірлі болыңыз. Мынау жиналған қауымға бүгінгі қуаныштарына келіп ортақтасып келіп жатқандарыңызға көп рахмет айтамыз. Жалпы айтатын болсақ, Байғозы өзім бірге оқыдық, өткенде де айтып жатырмын достар. Жалпы жақсы жігіт, жігіттің де азаматы болып тұрып жаңа айтып отыр ғой, тамағамыз. Көңіл ешқандай бір олқылық есін көрмейсің. Азамат туралы деп айтатын, ауыз толтырып айтатын жігіт. Сымбатты, ақкөңілді, бір-бірінің жарасын жұп деп өзін толық нақты айта аламын. Сондықтан екі жастық бақытты аман болыңыздар.
сау болыңыздар. Ой бәрекелді, рахмет. Сіз ән айтады деп отыр. Ой бәрекелді. Ал енді бұл кісілер осы құрдастар тілеген атынан, жігіт жолдас, қыз жолдас тілеген атынан, қыз жолдас тамаша бір жасы ән айтып беремін деп отыр. Күй жолдас ақшасын дайындап отыр. Кәсілер берейін. Бізді бір тамаша жасы ән естек құрметті қонақтар. Ой бәрекелді. Рахмет, қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар мінекей қыз жолдасымызға. Ал енді мынау жігіттерге көп рахмет айтамыз. Ана бір құрдастарынан бір жігіт бір сөз айтып жіберейін деп бір жігіт сол жігіт қайда екен? Кел. Ал енді әдемі деген ол бөкел спорт өмірдің бар жақсылығын тілеймін. Жаңа Қостанайдың Пушкинге отыру негізі бізге абай жақын ау. Бірақ абайды білмесек те Мұқағалидың өлеңінің бір шумағын оқып жүрейін досым орнына. Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өзіме өзім мінәртіп. Жауыздың барып қолында уәзір болғаннан, бәкеңнің барып ауласын өлге мың артып. Ой бәрекелді, мінекей нағыз жолдастарға қошемет шапалақ ұрып беріңіздер.
Бәрекелді. Ал енді тойға жиналған қауым ойнадық күлдік біраз жерге бардық дегендей бүгін енді той жақсы өтті деп ойлаймыз. Ал енді әдемі қорытындылау сөз кезегіне де келіп қалды деп ойлап отыр. Ал енді мынау қазақта айтады ғой, ағайын білсеңдер өздері тамнан, ол қызы аттан, шәйнегі шоқтан, басы бақтан, көңілі шаттан айырмаған, жегені қазғарда, ол аз болса қозмарда, үйірлетіп жылқы мінген, күмірлетіп күйшеткен, дархандығы даладай, аңқаулығы баладай, бүгінгі мерейлі мерекесін дүбірлі думанғылық өткізіп отырған атасы Алаш, керегесі Ағаш, шаңырағына шатты қонып, босағасын бақыт болып, керегесін кереметтікпен деген анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Сондықтан да сіздердің қошемет шапалақтарыңызбен бүгінгі той иесі Әли апайымызды сіздердің шапалақтарыңызбен ортаға шақырып құрметті қонақтар. Келіңіз Әли апай, шапалақ тойымызға. Қошемет береке. Астанадан келген ағашыма, Қостанайдың жеңдеріне, қоғамдарға, қошқаларға, екі балам бақытты болыңдар, екі жаққа сыйлы болыңдар, жаңадан келген балаларға да көп рахмет айтамын. Әли апай, микрофон жақсы ұстасыңыз. Балалар бақытты болсын. Мен тойға келгенде рахмет деп қалмақшы. Ой, бәрекелді мінекей. Мен той болғасын адам қысырады ғой енді. Той иесі Әли апамызға бір қошемет ұрып қойып, бір шапалақтарыңыз. Ал енді біздің енді айтып жатып қой, қазақ болғаннан кейін арамыз көп кәделеріміз бар дегендей, сондықтан да. Мына құдаларға азғантай сыйлығымыз бар құдашаға. Аттарын айтып отырыңыздар. Айтыңыздаршы, мен айтып отырайын. Сымбаттың анасы. Ой, бәрекелді. Құдағиымыз Сымбаттың анасы бір қошемет шапалақпен ортаға шығарып қойса. Бәрекелді шапалақ қойыңыздар. Өйді! Муз-ТВ-да премия бергендей болдық қой бір шақырып. Ой, бәрекелді. Айтып қойыңыз. Ой, бәрекелді. Ой, бәрекелді. Құтты болсын. Шапалақ қойыңыздар. Сымбаттың тәтесі Эльмира. Сымбаттың тәтесі Эльмира дейді. Құдаша. Қошемет шапалақ қойыңыздар. Алтын жүзік. Бетіне сүйіп қойып. Ай, бәрекелді. Қошемет. Құдаша Таңшолпан. Құдашы Таңшолпан. Ой, бәрекелді. Қошемет шапалақ қойыңыздар. Ой, Жеңгесі Мақпал. жеңгесі Мақпал дейді. Ой, бәрекелді, бір шапалақ ұрып қойып, кәнеке қошемет ұрып отырыңыздар. Алтын Мақпал, Гауһар, Жанат. Мақпал, Гауһар, Жанат. Мақпал, Гауһар, Жанат дейді. Ой, бәрекелді. Құдашалар келіңіздер.
бәрекелді. Аз да болса да көптей көресіздер. Рахмет. Қошемет оқымаңыздар. Құдаша Аружан. Құдаша Аружан. Кел. Ой, бәрекелді. Қошемет шақар құрып қойыңыздар Құдашамыз Аружанға. Аба бетте сүйіп қойыңыздар Құдашаңызға. Ой, бәрекелді. Рахмет. Құда балалар орташа қыздар Әділжан Темірлан. Құда балалар Әділжан Темірхан дейді. Темірлан. Әділхан Темірлан. Неге? Темірлан. Енді атасы болып беріп еді деп, ата бере салыңыз. Әдемісін өзінің анда баласы ба Темірлан келмей тұрғанда? Болды ма? Өзім де болдым, біттім. Рахмет сіздерге. Қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Отыра беріңіздер. Бірақ енді дұрыс қой, әйтеуір кәдеміз деп осылай беріп жатармыз. Ал енді мынау құрметті қонақтар бүгінгі осындай той иесі қандай тамаша ақ тілектерін білдіріп жатыр. Ал енді бүгінгі осы дастарханымыздың ас қайрау бата рәсімін сұрайық. Жаңбырменен жер көгереді.